Жарылыстан кейін Синан әрең аман қалғанымен ауыр жарақат алады. Ал Тахир есін жиған соң отбасына әзірге ештеңе айтпауды бұйырады. Ол Йылмазға анаңды көргің келсе әлгі қобдишаны тауып прокурордың көзін құртасың деп бұйырады. Сол сәтте Ләмия қатты қобалжып, Синан отырған көліктің жарылғанын айтады. Мұны естіген Тахир ашуланып, Йылмаздың жағасынан алады. Йылмаз таңғалып Синанның көлікте болғанын білмедім деп ақталады. Ал дәрігер Тахирді сабырға шақырып, орнынан тұрмауын өтінеді. Осы уақытта Бихрам Сунаның аудиожазбасын тыңдап, Махинурдың Синаннан баласы бар екенін біледі. Осыдан кейін ол баланы тауып алуды ойлайды. Ал Доған Зілішпен келісімге келеді. Зіліш Мелектің жарақаттағанын ешкімге айтпайды. Ал Доған оның науқас ұлының еміне көмектесуге уәде береді. Сифа Гүлшанның жасырған құпиясын табу үшін оның бөлмесін тінтеді. Сол сәтте бөлмеге Нұргүл кіріп келеді. Сифа оған дөрекі сөйлесе, Нұргүл оған екеуінің арасында ерекше байланыс бар екенін айтып, оның ернінен өзі сүйеді. Қарындасын көрген Фикрет ашуланып, Сифаның жағасынан алады. Прокурор Лейла Юсуфтың өліміне қатысты істі қайта ашады. Алайда күтпеген жерден Бихрам бұл қылмысты өзі жасап түрмеге отырып шыққанын айтады. Доған мен Чағла Бихрамның соңына түседі. Олар оның Тахирмен кездескенін көреді. Доған әкесінің сауығып кеткенін көріп, Бихраммен қандай байланысы бар деп аң-таң болады. Ал Бихрам Тахирге Юсуфтың ісі жабылды деп Махинурды түрмеден шығару үшін Тахирдің қолын сүйіп, екеуі келісімге келеді.